Тісті берілістер жоспары. Бірінші тісті берілістерді жіктеу екінші іліністің негізгі заңы. Тісті берілістерді жіктеу. Тісті беріліс екі дөңгелек пен тіректен құрылған механизм. Тісті дөңгелектердің түрлері: А. Цилиндрлы және конусты. Б. Тік тісті буамалы шевронды. В. Эволвентті циклоидалы дөңгелеу бұрамалы. Г. Іште және сырттай іліністі. Тісті берілістердің түрі: А. Тұрақты немесе айнымалы беріліс қатынастары бар дөңгелек емес дөңгелектері бар. Б. Жазық және кеңістік. В. Параллель қиылысатын, айқасатын біліктері бар. Тісті механизмдердің түрлері: А. Дөңгелектерінің біліктері қозғалмайтын және қозғалатын, яғни планетарлық. Б. Жоғары қуатты өткізу үшін және қозғалыс параметрлерін өзгерту үшін, яғни кинематикалық. В. Еркіндігі бірге тең және дифференциалдық. Іліністің негізгі заңы. Екі пішіндер түйіскен нүктеден өтетін нормал осьтер аралығын сол пішіннің бұрыштың жылдамдықтарына теріс пропорция жасап бөлінеді, яғни О1 π бөлінген О2 π тең W2 бөлінген W1. А нүктеден n-n нормал және Т- жанама өткіземіз де А1 мен А нүктелердің жылдамдықтарын осы бағыттарға жіктейміз. Келесі теңдіктерді ескерейік, яғни В1 тең W1 R1, В2 тең W2 R2. Одан басқа В1 n дәрежесі тең В2-ның n дәрежесі пішіндердің бату және ажырамау шарттарынан. Жанама бөлшектердің В1 В2-ге тең емес болғаны пішіндердің сырғанауын негіздейді. Назарларыңызға рахмет.